Илшат бүгін ұстаханасында жерлі фермер тракторын ремонтлый. Ауыл хожалығы техникасының двигателі уатық. Өзі де тракторшы болып ішлеген ұста тізетінің бар нишкәліклерін біле. Шуңа да гаражында ешкіна, ек машинасында жеңіл автомобильні де көрерге мүмкін. Тірліктер өзімді там, кормалар көлерге өзіңіз білесіз. Мәшәкәтлі техникасы керек, не керек. Алар меңа техниканы ремонтлайым. Оплата сатып алып izlep ермесең енді. Тірлік азы көлем оплата енді. Шол выгодны мен аларға да выгодны. Бұл шөгіл негізлеріне ол чисто техникумында техник-механика оқығанда түшіне, қолғаны тәжірибе білен келді дей. Техника гіл өзгәріп тұра, бүтін сәне рәнерге керек. Интернет бар, китаплар бар, нелер бар. Форумда неде общаемся, бүтін мастерлар білен. Но учишься. Ұста техникаға ілішшәді капитал ремонт таясы, үзі тізәті, үзі бұйы. Мұның үшін бар керек жихазларны юнәткен. Ұстахана енәшәсіндегіне темірші цехы, бірде ердемшілері білән ауыл хужалығы техникасын ремонтлайлар. Қосымшытта 20 жыл іштедім, Беларусьтарда да іштедім, Грузинстанда да іштемен жер қалмады енді. Мына қазір Илшатқа болшамыз енді. Темірге бейленген бітміз. Темірге бейленген. Тимирши Илшат Әхмәтовны Казан, Түбәнкама шәһәрләрендә дә беләләр. Барысына да ул шүкеп ясаган капка кыймалар сәбәпче. Техника ремонтлау табыш өчен булса, капка бизәкләү күңел өчен эшләнә торган хезмәт ди уста. Аны ул вакыты булганда төп эшеннән ял итәр өчен һәр алтын төсендәге бизәкне ясаудан тәм табып башкара. Менә шундый матурлык тудырырга 2 атналык вакыт кирәк икән. Заказлар булса эшлибез инде, буш вакытта нитәм ясыйм, менә скамейкалар ясыйбыз, чардуганнар, аларга заказ бар инде. Мондай капкаларга тоже заказлар бар. Но теге фронт работы күп булгач илгәреп булмый. Кешедә күп кирәк, вакыты да күп ала ул. Бик мәшәкәтле эш. Тимирче оста моннан тыш 15 баш мөгезле эретерлек асрый. Саум сыерлары да, ит өчен үстергән маллары да бар. Эшле дә, ашлы да булып көн күрә авыл кешесе. Тимирне дә балавыз кебек эретә, җигелеп хезмәттә куя. Гөлназ Хәсән, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.